Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ұланымыз ұлы елдің. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқисыңдар, өлеңдегі негізгі ойды анықтайсыңдар, өлеңдегі көркем сөздердің мағынасын ашасыңдар, сұрақтарға жауап бересіңдер. Ең алдымен ұланымыз ұлы елдің өлеңінің авторымен таныс болайық. Қастек Баянбай. Қастек Баянбай Алматы облысында 1936 жылы 15 қарашада туған. Ауылдағы бастауыш мектепті бітірген соң 1948 жылы екпінді орта мектебінде оқиды. Осы мектептің қабырғасында жүрген кезінде-ақ Қастектің сурет салуға деген бейімділігі біліне бастады. 1960 жылы журналистік қызметке ауысады. Алакөл аудандық Жаңа өмір газетінде түрлі қызметтер атқарады. Сөйтіп оның ақындық таланты кеңінен таныла бастайды. Қастек Баянбай әрі ақын, аудармашы. Балаларға базарлық, татты сабақ, тағы басқа кітаптары бар. Ал енді оқулықтағы өлеңді дауыстап, мәнерлеп оқып көрейік. Ұланымыз ұлы елдің. Әуеге асқақтаған өлеңіміз, бақытты байтақ елдің бөбегіміз. Жорыққа, тауларына жиі шықсақ, сол таудай асқақ болсақ дегеніміз. Жарысы бойнап желменен, биікке талмай өрлеген, бақыттан тайып көрмеген, қашаннан қайсар ұланбыз. Көңілін қиял кернеген, өмірін шаттық тербеген, ертеңге қанат сермеген, қашаннан қайсар ұланбыз. Ұлы елдің әлпештеген ұланымыз, сол елге лайық болу ұранымыз. Сайларда сыңғыр қағып ағатұғын, сарқылмас сандауытты бұлағымыз. Құлпырған еліміздің ел қызымыз, әзірге маңдайдағы құндызымыз. Арасын жер мен көктің жалғайтұғын, ертеңі жарқыраған жұлдызымыз. Қастек Баянбай. Балалар, өлеңдегі автор ойды кімнің атынан беріп отыр? Дұрыс айтасыңдар, біздің жастарымыздың, жеткіншек жастарымыздың атынан беріп отыр. Балалар, өлеңде кездесетін таныс емес сөздер бар екен, е? Қараңдаршы. Байтақ еліміз, ұлан, қайсар деген сөздердің мағынасын түсініп алайық. Байтақ ел, балалар, ол ұшы-қиыры жоқ, шетсіз кең халық. Ұлан деген жасөспірім, жеткіншек өрен. Қайсар дегеніміз алған бетінен қайтпайтын, тай салмайтын деген мағынаны білдіреді. Балалар, сарқылмас бұлағымыз, маңдайдағы құндызымыз, жарқыраған жұлдызымыз дегендердің мағынасын қалай түсінесіңдер? Балалар, кең байтақ еліміздің шалқар көлдері мен асқар таулары, даласы мен алтын дәнді даласы, ақ күмістей қаласы, кеңге толы өңірі, малға толы өрісі, бәрі болашақ ұрпақ, келешек азаматтары сендерге өсиет болып қалады. Ал сол болашақ егелі сендер қандай болуларың керексіңдер? Балалар, ер жүрек, батыл, қайсар, мықты, адамгершілігі мол, азамат, өз елін сыйлап сүйетін адам болу керекпіз. Келешекте еліміздің өркендеуіне үлкен үлес қосасыңдар. Балалар, енді сұрақтарға жауап көрейік. Ұландар деген кімдер? Дұрыс, балалар, ұландар ол біздің жастарымыз, жас жеткіншектеріміз. Ұландар жорықта қайда шыққан?
Тамаша балалар, оларда жорықта тауға шыққан, бақыттан тайып көрмеген кімдер екен? Әрине, ұландар екен. Ұландардың ұраны елге лайық болу емес пе? Иә, өлеңде оқылғандай, ұлы елдің әлпештеген ұланымыз, сол елге лайық болу ұранымыз. Балалар, қайсар ұландар қанатын қайда сермеген? Дұрыс айтасыңдар. Қайсар ұландар қанатын ертеңге сермеген екен. Жарайсыңдар балалар. Келешекте еліміздің өркендеуіне балалар үлкен үлес қосасыңдар. Сондықтан болашағымыз сіздердің қолдарыңызда. Ал енді балалар, мына бейнебаянға қараймыз, осымен сабағымызды аяқтаймыз.